Бұл әлемде көптеген дүниенің сыртқы және ішкі жағы болады. Яғни захир көзге көрінетін көрінісі мен батын көзге көрінбейтін ішкі мәні. Мәселен, адамның көзге көрінетін тәні мен көзге көрінбейтін жаны секілді. Тіпті бұл сөздерде де болады. Кейбір айтылған сөздердің тура мағынасы болған секілді, оның астарлы да мағынасы болады. Тура мағынасы ол сыртқы көрінісі болса, ал астарлы мағынасы ол ішкі мәні. Қазақтың көп сөзі де осындай екі жақты болып келеді. Мәселен, іштен шыққан жау жаман деген сөз бар қазақта. Неге іштен шыққан жау жаман? Себебі ішкі жау өзің секілді көрінгенімен, бірақ сыртқы дұшпанға қызмет қылатындықтан, одан келетін опасыздық пен қастандықтар үлкен соққы алып келеді. Бұл сөздің тура мағынасы бәрімізге мәлім. Енді бұл сөздің ішкі мәнін батыни шариғат саналған тассауф ілімі тұрғысынан бір тарқатып көрейік. Тассауфта адамның ішкі жауы ол нәпсісі, ал сыртқы дұшпаны ол шайтан. Сондықтан да шайтан іштен қақпаларды ашып беретін нәпсі болмаса, адамды азғыра алмайды. Сол себепті де шайтан көбіне адамның ішінде орналасқан, ішкі жауы саналған нәпсімен ортақтаса әрекет жасайды. Осыны білген сопылар рухани кемелдік жолында ең алғаш осы нәпсіні тізгіндеуден бастайды. Себебі нәпсіні тізгіндейтін болса, сыртқы дұшпан, яғни шайтан, адамды азғыруда дәрменсіз қалады. Ал нәпсіні тізгіндеудің және тұсаулаудың ең тиімді тәсілі ол аштық. Яғни нәпсі аш қалудан қорқады. Аш қалғанда ғана ол Құдайын таниды. Мынандай бір риуаят бар. Алла тағала нәпсіден мен кіммін деп сұрайды. Сонда нәпсі сенсің, мен дейді. Сөйтеді Алла нәпсіні отқа салып, азаптап, алып шыққаннан кейін тағы да осы сұрақты қояды. Мен кіммін дейді. Сонда нәпсі сенсің, менмін деп өзінің менмендігінен қайтпайды. Бұл жолы Алла тағала нәпсіні аштықпен азаптайды. Аштықпен азаптағаннан кейін Алла тағала нәпсіден тағы да мен кіммін дейді. Сол кезде ғана нәпсі сен менің Раббымсың, ал мен сенің әлсіз құлыңмын деп жауап береді. Міне осыдан кейін сопылар нәпсіні тәрбиелеудің ең тиімді тәсілі аштық деген шешімге келеді. Сол үшін де тассауфта нәпсі тәрбиесі методологиясының бірі де қилату таам, яғни аз тамақтану, аз жеу. Қазақтың дүние танымында да адамды арсыздыққа бастайтын үш арсыздың бірі де өздеріңіз білетіндей тамақ. Міне алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Рамазанда шайтандар кісенделеді дейді пайғамбарымыз. Бұл барлық адамдар үшін кісенделеді деген сөз емес, Рамазанда ораза ұстағандар үшін кісенделеді. Себебі нәпсі бағанағы айтқанымыздай аштықтан тізгінделгендіктен, сауланғандықтан, шайтанның да ішкі жаумен ортақтаса алмағандығы үшін оның да аяғына тұсау, қолына кісен салынады. Ендеше ішкі жауымыз нәпсіні тізгіндейтін Рамазан айына 4 көзіміз түгел жетейік ағайын.